Отбасы хрестоматиясы қорының жобасы аясында жарық көрген Қиссасул Әнбия кітабынан. Оқыған Айдана Алтайқызы. Үш тентектің төбелесі. Тәңірі тағала Мұхаммед пайғамбардың бір тамшы нұрынан от, су, жел, топырақты жаратты. От жаратылған беттен алаулаған түрін көрсетіп құтырып шыға келді. Сол сәтте өзімен қатар жаралып жатқан су, топырақ, желді қорсынып көзге келмеді. Оларға бәріңе мен артық жаратылдым, деді көңілі тасып. Жел де өзінің күшіне мінсе дауылға айналатын алапат күші барын байқады. Оттың өрекпіген көңілі желге жақпады. Ол: «Әй от, әліңе қара, сенің алаулап жануың, бықсып жатуың маған тәуелді. Қаласам өршітем, қаласам өшірем. Бұдан былай мен бар жерде аузыңды байқабаш» деп қатты кетті. Сол кезде суда бар болып дүние есігін ашты. Ол да таудай толқынға айналып, екпінмен кеп ұрса тау жығатын күші барын сезіп қойды. От пен желдің таласы судың желігін қоздырды. Ол: «Әй от, сен олай лепірме, шамаңа қарап шайқа. Бұдан былай су келгенде оттың үні өшеді, бықсып жануға да шамаң келмей қалады» деді. Сосын желге қарап: «Әй жел, желігіңді бас, мен саған қалай қусаң солай дөңгелейтін қаңбақ емеспін. Мені бөгейтін күш жоқ, қаласам тау мен тасты тесіп өтемін. Тасысам өзен, көлді кесіп өтемін» деді. Желдің аптыққан көңілін басып тастады. Осы сәтте құнарлы топырақ желік буған үш тентектің мағынасыз таласын тамашалап тұр еді. Олардың шалғы тимесін деп шеткерек тұрды. Үш тентек әй-шайға қарамай ұрыс керісті бастап кетті. Отқа су мен желдің жауабы ұнамады. «Көрсетейін мен сендерге» деп ерегіске басты. Гүрілдеп жатып, жалын атып, шоғын шашты. Шашыраған шоғынан жұлдыздар тұтанды. Жанған жұлдыздар көбейген сайын от өршілене түсті. Осы сәтте желді ерегістің желігі буды. Ол да қарап қалмай қара күшін көрсетіп бақты. Ұйытқи соғып бет қаратпас дүлей дауылға айналды. Ол расымен де күштеді. Жанып тұрған сан-санақсыз жұлдызды шоқ-моғымен ұшырып әкетті. Осылайша ғарыш әлемінде құс жолы пайда болды. Ессіз екеудің ерегісіз судың делебесін қоздырды. Ол да күшімді паш етемін деп жанған жұлдыздарға тасқын болып атылды. Топан судың астында қалған жұлдыздар бықсып сөне бастады. Ғарыштағы жұлдыздың бірі жанып, бірі сөніп жататыны содан екен. Үш тентектің мағынасыз төбелесі тіршілікке хикмет сыйламады. Олар не үшін пайда болып, не үшін әрекетке түскендерін өздері де ұқпады. Топырақ оларға ісімен үлгі болмаса, сөзімен күлкі боларын ұқты. Сөйтті де шаң топырақ пен қиыршық құмды лаймен біріктіріп құнарлы топырақ түзді. Ынтымақпен үйісіп, ауызбіршілігі жарасқан кезде бүкіл тіршілікке сән берген өсімдік пен жан-жануар қара жерге қарай ағылды. Топырақтың қойын қонышы мен асты үстіндегі тіршіліктің иләһи үйлесімін көрген кезде үш тентек ойланып қалды. Олардың ауызбіршілігіне қызыға да, қызғана да көз салды. Олар дау, жанжал мен төбелестен түк таппасын түсінді. Олар топыраққа қарап: «Әй топырақ, байқаймыз сен озған үстіне озып, бір тозған үстіне тозып барамыз. Бүйте берсек бір-бірімізді жеп тынармыз. Бізге араша түсіп құтқарсаң етті» деді. Топырақ сонда сөйледі: «Ұлық Алланың барлығы мен бірлігін ұлықтап, жердегі жайнаған өмірдің өркендеуіне ақысыз қызмет етсеңдер ғана сендердің өмірлеріңе хикмет тарып, жаратқанның назарына ілінесіңдер» деді. Барар жер, басар тау қалмаған үшеу жердегі тіршілікке сеп болуға серт берді. Осылайша дүние тіршілігі дүр етіп дөңгеледі.